Жүр. Тоқта. Ойлан. Ойланып жүр. Ағай, мен жүрсем тек атпен ғана жүрем. Пешкаларыңызды биғат ете бермеңізші. Дәурен, сен қалай түсінбейсің? Барлығы осыдан басталады ғой. Егер де ойланып, ақылға салып ойнайтын болсаң, сен осы партияны ұта аласың. Сен менсінбей отқан пешка, мына тақтаның соңына келгенде ферзі болатын. Ту, ағай, пешка деген обычный чорт қой. Дұрыс балам, пешка деген чорт. Істейсің, до конца білгеніңді істен. Біздер чорт емеспіз. Давай, жүр жылқымен. Шахматный тілде жылқы демейді, ат деп айтады. 10 жастан мал сой үйренген адамға ірі қара туралы әңгіме айтпай-ақ қойшы. Давай, жүр, давай, дігідік шап. Шах и мат. Ой, сендегі кішкентай баланы ренжітесің, Түсініңіздерші, жеңілмеген шахматист жеңіске жете алмайды. Көтің қыши, білгішіне бермеймін. Жүр кеттік. Болды. Дәурен, сен ренжіме. Шахматты үйрену үшін жылдар керек, бірден болып кетпейді ол нәрсе. Какой нафиг жылдар? Сендердің бәрі отыр, ойлардың бар ақша сору. Атақ, былай. Бір жей беретін Азиз сияқты емес пі? Жүр. Сәке, Не болды? жаңа ақша деп қалдыңыз ғой. Соңғы шайдың ақшасын бере аласыз ба? Ақша, ойын бәрі ақша. Сен алдымен балаға бір нәрсе үйретсеші. Результат мына. Үйретіп жатырмыз ғой, Дәурен айтсашы. Мынау не? Ағаш қой. Қаямды үйретпегенсің ғой мен? Яхрине, жүр кеттік. Алло! Шерif kızlar, ben kettim, пока. Қалайсың, қызым? Пап, таңертең ғана көрген жоқсың ба мені? Не, қалайсың деп сұрай бересің? Алло! Әке, сумканы көтерейін. Қызым, сумкаңа тас салып алғансың. Бауыр ғой. Не қарап келе жатсың? Интервью. Қандай? Кім ол? Не істейсің, бәрібір танымайсың. Танымасам, танысайын да, қызым. Қызымның не көріп жүрген білуге болады шығар. Қоймайды екенсің. Аха. Короче, бұл Алишер деген блогер. Нереально крутой. Инстада 5 миллион подписчигі бар. 5 миллион подписчик. Не істеп крутой болып қойды? Пранктер түсіреді. Ол вообще ештеңеден қорықпайды. Прикинь, ол даже 3 рет түрмеде отырып шыққан. 3 жыл, 3 рет. Не үшін? Соңғы видеосында зоопарктағы барлық аңдарды босатып жіберген. Бұл жындама ол зоопарктегі аңдарды босату деген, бұл адам өміріне қауіпті ғой, солай жасауға бола ма? Ой, пап, айттым ғой, сен ештеңе түсінбейсің. Алишер деген жастардың кумирі. Қызым, мен реально түсінбейді екен. Сотталып шыққан біреуді телевизорге шығарып, оны кішкентай балаларға үлгі қылатын адам емес қой ол. Ой, қойшы, папа. Мал, көзге қарамайсың бе? Тупой, өзің қарамайсың ба? Қызым, қой. Не? Көшеде қаңғырып жүргенше қызыңа тәрбие бер. Аузына көрген оттамасын. Ишак.
асығып бара жатқан шығар. Оған кісің де түсінуге болады, қызым. Доча, Аскарбинді жейсің бе, или гематоген жейсің бе? Кішкентай кезінде есімде бар. Бір флакон аскарбинді жеп қойып, мама екеуміз не істерімізді білмей клизмайды. Ой, сол кезде аскарбинді пулька сияқтап қалған. Пок-пок-пок-пок-пок деп. Пап, может, тез-тез аламыз да и дальше кетеміз? Жарайды, біздің кезек келді. Срочно. Сәлем, красавица, қалайсың? Пап, біздің очередь емес па? Мен қызым үйінде бір нәрсе болып қалған шығар. Бір ауыр жатқан шығар. Срочно дәрі керек болып жатқан шығар. Түсіну керек қой бұларды. Номерді астырдың. Жарайды. Маған, как обычно, рейтинге бересіз. Қазір. Сейчас. Рахмет. Жетпей тағы келем. Давай. Келесі. Сәлеметсіз. Как обычно бересіз. Анаң күнде емес. Дәрі ғой күнде. Мам, мен келдім. біз келдік, Шынар. Амантай, қайда жүрсің сен, Аптекада очередьте тұрып қалдық. Сол аптекадан басқа аптека құрып қалған ба не? Шынар, ең арзан аптека сол екенін білесің Сен ғой. білесің ғой, мен ночной сменге кетуім керек екен. Неге өмір істесіңдер сендер, Созылып. Мам, мен келдім. Сен кімсің? Амантаймын. Не дейсің енді маған? Ештеңе. Дәріңізді алып келдім, мам. Ұмытпай ішесіз ғой. Ақшаңды алдың ба? Нұрғиса там легенда ғой, мама. Сен Амантай өтірік тупить етпеші, бүгінде алған жоқсың ба ақшаңды? Өмір осылай сүмірейіп жүресің ба ғой? Не бүгін жоқ, не ертең жоқ, өмір концерт қарап отыр, шешең қасында. Ашылма, Шынар. Қойшы. Ақшаны сұрадым мен. Ие. 2 күнде қойып берем деді. Болмай тұр дейді. Жоқ деген адамнан тартып алмаймын ғой мен. Сорлы, неге өзіңді ойламайсың, айтшы маған, Неге ойламайсың? Үйде көк тиын жоқ. Ана кредитім не істейсің, соны айтсайшы. Тек қана біз емес, жарты Қазақстан отыр ғой кредитін төлей алмай. Сен Қазақстанда не шаруаң бар, өзіңді ойласайшы, сен өзіңді. Мам, көмектесші. Қойшы Алуа. И так жұмысқа асығып тұрмын. 5 сағат жүрдіңдер ғой аптекада. Қызда нең бар, Қойшы. Ол қызым, қандай көмек керек өйтіп? Маған ертеңгі ашық сабаққа менің әкем қаһарман тақырыбына шығарма жазу керек. Не жазам? Не жазсын ол? Айт. Қаһарман деген енді обширный тема ғой. Қызым, сен бүйт. Сен менің әкем чмо деген тақырыпқа шығарма жаз. Мен саған том-томмен айтып берем, 5 аласың. Шынар, қойсайшы, не айтып қызың көзі? Не, өтірік па? Өтірік па не? Білмей жүріп дейсің ба? Ертең мына қыздың ашық сабағына өзің бар. Неге қызың сен үшін ұялу керек, Маман, тамағын беріңдер, бәрі дайын. Жақсы, жолың болсын. Мен сені жақсы. Мынау кімнің үйі? Үлкен кісі бар ма өзі? Мама, ол сіздің үйіңіз. Мен сіздің ұлыңыз Амантаймын. Жүріңіз қазір, тамақ ішеміз, Әзірге телевизор қарай тұрмыз, сосын мен сізді шақырам. Жүріңіз. Мына вышты, короче. Вы достали уже, я сейчас полицию вызову. Қанша сөйлеш түсінбеймін. Братан, бәрі дұрыс па? Иә. Әй қыз, сен кімсің? Не істеп отырсың?
Әже, мен ғой Алуа. Алуа болсаң қайтейін. Әже, өзіңіздің әкеңіз туралы айтып беріңізші. Менің әкем мықты адам болатын. Атақты көкпаршы еді. Әже, сосын? Сосын біз Майра екеміз таң атқанша бауырсақ пісірдік. Болды, әжем, керек емес. Ас болсын, мама. Тамақ ішіп алыңыз. Түскі асқа жұмыртқа қуырғасыңдар ма? Естерің дұрыс па? Мам, таңғы ас бұл. Азан ғой, қарасаңызшы. Түскі асты Шынардың өзі келгесін береді. Папа, осы біздің үйде қашан нормальный ыстық су болады? Уже суық суға жуынып шаршап кеттім ше. Бүгін береді деп жатыр еді, көршілер бермеді ма не? Аха. Ертең қосады деген мен уже 2 апта болды. Қалайсың? Жақсы. Қалайсың, мам? Сабақтан келдің бе? Иә. Неше алдың? 5 алдым, 5. Жарайсың. Дұрыстау жауап берсе, Шынар. Қойшы сені. Мамаға кім екенін түсіндірсем шашыма қарып кетсем. Иттак жұмыстан өлейін деп келе жатыр. Ол да бар бірақ. Кел отыр. Таңғы асын ішіп алшы. Мама, мынау сіз жақсы өретін булочкаңыз ғой, жұмсақ. Жеңіз. Амантай, банктен звондады. Бүгін кредитті төлемесеңдер сотқа береміз дейді. Уже болды. Болды уже. Иә, төлейміз. Уайымдамаш. Айтпашы маған уайымдамаш деген сөзді. Айтпа вообще. Сен айтатын сөз емес ол. Абаламаш, а? Осы үйдің еркегі сен емессің, а? Сен ғой, мен нан тауып жүрген, мен. Біз кеттік мектепке. Иә. Қарның ашты ма? А? Тамақ. Күш. Ка. Күш. Жей қой. Күш. Ой, Алла. Қайда кеттің? Ай. Қайда кеттің? Болашақта мен де кем сияқты қаһарман болғым келеді. Ол МЧСник. Ол өртті де сөндіреді, суды да тоқтатады. Олар күн демейді, түн демейді. Әрдайым өз еліне қызмет етуге дайын тұрады. Маған әкем айтқан, балам, ең бастысы еліне пайдаң тиетін азамат бол деп. Мен әкемді жақсы көремін, және өскенде тура сол сияқты болғым келеді. Бәрекелді, жарайсың, Бауыржан. Отыр, 5. Менің балам ғой. Мен МЧСник. Келесі тақтаға шығатын. Орынбасар Алуа. Алуа? Тақтаға. Тез. Ал біз бәріміз тыңдаймыз. Қане, ұялма. Оқып бере ғой, не жазып тұр? Менің әкем қаһарман. Артын пешке тақаған. Тынышталамыз. Жалғастыра бер. Алуа? Әй, Алуа. ұят болып қалды ға. Әкесі қайтыс болған ба?
Қызым, олар айта береді, оларға мән бермеші бұтам. Пап, олардың вообще қатысы жоқ, бәріне сен кінәлісің. Қойшы жаным, олай айтпашы. Неге сен осындайсың? Бұндай папа болғаннан болмаған жақсы. Sen bilirsin ya. Әкесі қайтыс болған ба? Черт. Осы үйдің еркегі сен емессің, а? Неге сен осындайсың? Бұндай папа болғаннан болмаған жақсы. Шача. Морж. Шача. Басым. Не болып кетті тағы землеті сене ма? Тюлен. Айналаңа қарасыш, отырмыз ғой мұнда қорылдай берме. Жоғылайшыш. Сен мен памет жоқ шешімде нең бар Белгеш конкретно әңгімең бар ма? Сен мен шешемде нең бар айтшы. Ишак, мен мұндамын. Білем, Тоқташ, қайда кетіп болма, тұр сөз жек. Не болды саған? Сен мен кім екенін білесің ба? Базар жоқ, дәу екенсің. Не болды конкретно? Әңгімең бар ма маған? Не болып қалды? Шешіммен жақ. Қойыңдар еді. Кішкентай бола ұқсап. Мен сені тауып аламын. Жан жақта пілігім. Жер сілкіністен зардап шеккен адам ғой. Кабинетте отырғанда басынан герб құлаған. Бұрынғы герб па, өзгерген герб па? Амантай, сіз ештеңе сезіп отырған жоқсыз ба? Осырдың ба? Қысқасы, жаман жаңалығым бар. Айтпай қойшы, тәкеті күніге звондайды, кредитің төле. Ол емес. Сіздің басыңызға полный обследование жасадық. Адамның миында миндалевидное тело деген бөлшек бар. Амигдала деп аталады.
Мына бөлігі құлдырауға ұшыраған, яғни функциясын жоғалтқан болезнь урбаха вите деп аталады. Енді Бұл ауруға шалдыққан адам қорқу сезімнен толық айырылады. Вообще қорықпаймын ожамна. Жаңа мен саған айттым ғой. Миндалевидное тело осы қорқу сезіміне толықтай жауап береді. Ал сенде ол өлген. Емі бар ма? Әзірге жоқ. Жаңа ғана Гуглдан көрдім. Доктор Мом, сен адамның ауруын Гуглдан қарап отырсың ба не? Сабыр, Амантай, сабыр. Агрессиядан ештеңе шықпайды. Тек қана жамандық алып келеді саған. Мына таблетканы іш, саған көмектеседі. Не ол? Психотропты препарат күшті. Қорықпай іше бер. Мен ештеңеден қорықпаймын. Не болады менімен? Әзірге ештеңе деп айта алмаймын. Мен врачтарды жинауым керек, консилиум ұйымдастыруым керек. Одан кейін жаңалық болатын шығар. Бірақ сенде де өзгеріс болатын болса, маған айтуың керек. Бірақ мына таблетканы ұмытпай іш. Доктор Мом, мен кете берейін. Шынарда қазір смена кешке. Маған үйде жалғыз. Қарайтын ешкім жоқ. Хабарласамыз, хорошо? Жарайды, ең бастысы мынаны ішуді ұмытпа, жарай ма? Шем. Есіктеріңді майлап қойсаң нәрсе. Мам, Сен кімсің? Амантай мамам. Қай Амантай? Амантай ашы ма? Ұлыңыз Амантаймын. Бұрын біз кішкентай кезімізде айтушы едіңіз ғой, сендердің аталарың деген мықты батыр болған, қолбасшы болған деп. Сол туралы тағы бір айтып бересіз ба? Біздің атамыз Қантемір батыр болған. Жоңғарлармен соғысқан. Қантемір десе жұрттың бәрі қорқатын болған. Не үшін? Түрі қорқынышты болған шығар. Мен қайдан білейін? Әкем айтатын, Қантемір десе жұрттың бәрі қорқатын деп. Содан бір күні Қантемір 1000 жоңғардың әскеріне қарсы қарусыз жалғыз өзі шығыпты. Тіпті астында аты да болмапты. Барып, бытит қылып жеңіспен оралған шығар, е? Есің дұрыс па? Жалғыз өзі 1000 әскерге шықса, қалай тірі қалады, өліп қапты. Атамыз да қызық екен, е? Жалғыз 1000 жоңғарға қалай ол? Сәл әскер жинап шықпай ма? Әкем айтады, атам ешқашанда ешкімнен қорққан емес деп. Қанша ақымақ болса да, осы уақытқа дейін аңыз болып қалды ғой. Мықты болған болып тұр ғой атамыз. Иә. Содан? Майра екеуміз таң атқанша барсақсыз. Жарайды,
бауырсақ пісіріп беріңіздер. Майраға сәлем айтыңыз. Қайырлы. Амантай, тұрсайшы. Немене жұмысың жоқ па? Тұр. Может, ыстық су жөнінде өзің хабарласып айтшы, а то пападан түк пайда жоқ. Да. Танымайым мен Шынар деген, танымайым. Аха. Сізі Калибал бар ғой, мына бал. Күнде звондайды маған, күнде звондайды. Не өтірігімді айтам, а? Ей, алдың ба ақшаңды? Алмадым! Жайма сенікі, а? Ей, осының бәрін біле тұра, неменеге ұйықтап жүрсің сен албасты, а? Жұмыс істемейсің ба, нормально ертек тұрсақ? Қашанғы менің аузыма қарап отырасың сен, а? Мам! Ей! Мен кеттім. Ей, осыдан бар ғой, ана банктен звондайды ғой, маған бәрі. Мен бар ғой, ана сотқа берем дей ма, үйді тартып алам дей ма, бәріне соглашение бере салам, түсіндің ба? Ей, естіп тұрсың ба мені? Я! Егені маған, неме я дейсің? Үйді тартып алам ма, ана кредитті бәрі жабады. Сколько можно? Не тұр уже, күнде я дейсің, уже надоелсің бар ғой. Нормально ертек болмасаң бар ғой, ана алуан адамды секемді қалам. Уже бар ғой, невозможно ғой, Амантай. Қалай өмір сүреміз осылай, а? Тыңдап тұрсың ба мені? Немене қиналып отырсың? Запор болып қалғансың ба? Ана холодильник ішіне маман дәрісін ал, ішіп ал. Түсіндің ба? Ағай. Ағай. Амантай. Жүр. Шах и мат. Дұрыс емес. Дұрыс емес қой, мен саған қалай үйреттім? Ағай, шахмат қызық емес. Жүріңізші PlayStation ойнайық. Мен сізді айырып алам. Сен қалай сөйлейсің үлкендерге? Қалай үйретсің? балам, болдың ба? Жүр. Я балам. Қалай, жасым. Әлі 10 минут бар. Амантай, 10 минуттан кейін өзің шыға берші, бізде уақыт жоқ. Жасыма бер. Сәге, Не? алдында ақша мәселесі ғой шағым. Ой. Сен базар жоқ, тупой екенсің. Мен саған не дедім? Мен саған айттым. Балам қала чемпионы болады, сол кезде бірақ ақшаңды берем дедім. Түсіндің ба? Не қарайсың, түсіндің ба деп тупой. Немен тұпырлап кеттің? Бұтыңа жөріп қойдың ба да? Ай, бергі тупой, босан жен. Мен саған айттым, Емнен әдей істейсің бе, жоқ, бұларың керең ба саған айттым. Бұларың керең ба, не әдей істейсің бе, тупой. Не, қарашпашы бе. Қабан, сен не қатайып жүрсің, ақшамызды алу үшін сенің артыңа кіреміз бе енді өзіміздің, Жайма сендікі, Деме маған, балаң өзің сияқты тупой болса, мен кінәлімін ба, 60 мың теңге үшін адам өлтірмей жарсың. Ұмытып тастау керек сен сияқтыларда! Берем. Маған артық ақша керек емес. Өзім еңбегімді алсам жарайды. Ушок? Брыз!
кредитін жауып тасташы бақ. Не ыржиып тұрсың? Өзің төлеп тастамадың ба осының бәрін? Терминалды таппадым жолда. А мен қайдан табам терминалды? Сосын не өзінше міндетсініп тұрсың? Осы ақшаны 3 ай күттік емес пе? Шынар, нормально сөйлешті. Нормально сөйлеп жатыр, мен өзім сөйлеу мәнерім сондай. Бүйткен манеріңді шеш. Кетіп қалма қазір, сөйлесеміз сосын. Кім керек? Чашки ойнайтын Амантай деген сен ба? Чашки емес ол, шахмат. Сен жүрші бізбен. Не қатайып тұрсың да сендер, е? Ты чё? Амансың ба? Амансың ба? Жүр. Не болып жатыр, мам? Амантайма кеткен? Достарымен құшақтасып кетіп қалды. Сен кімсің? Роза Рымбаевамын. А? Сен